Барлықтарыңызға сәлем. Аффирмация деген сөзді көп естіген боларсыздар. Бұл ағылшын тілінен аударған кезде affirm деген сөз утверждаю, подтверждаю деген мағынаны білдіреді. Яғни нақты сеніммен бекітемін, растаймын, құптаймын деген мағынаны білдіреді. Күнделікті өмірде әрбіреуіміз саналы немесе бейсаналы түрде аффирмацияларды қолданып келеміз. Мысалы, қандай сөздер мен ойлар сіздің жадыңызда көбірек? Күнделікті өзіңізге не айтасыз? Мысалы, осының өмірі қызыққа толы, менде түк қызық жоқ. Ылғи ұйқым келе береді, қашан бір ұйқым қанады екен. Энергиям жоқ, шаршадым, барлығы уже надоел. Немесе ақша табу қиын, немесе қашан арықтайды екенмін деген сияқты сөздерді өзіңізге жиі айтсаңыз, бұл сіздің аффирмацияларыңыз. Сондықтан өзіңізге қандай сөздерді күнделікті айтасыз, соған мән беріңіз. Яғни, бейсаналы түрде қандай аффирмацияларды өзіңізге күнде айтып жүрсіз. Өміріңіз жаңа деңгейге өту үшін денсаулығыңыз, ақша жағынан және рухани жағынан дамығыңыз келсе, өзгерісті бүгіннен бастаңыз. Бірінші қадам, өзіңізге шынайы болыңыз. Будьте честными самими собой. Яғни, қазір жетістікке жеткізбейтін, артқа тартатын әрекеттерді, әдеттерді шынайы мойындау керек. Признавать ету керек. Я, менде осындай артқа тартатын әдеттерім бар, осындай ойларым бар, сөздерім бар. Я, мен мұны мойындаймын деп, енді ойларыңызды, сөздерді жақсы жаққа бүгіннен бастап өзгертіңіз. Өзіміздің кемшіліктерімізді махаббатпен мойындау бұл проблеманың 50%-ын шешеді, және де бұл жақсы қасиет. Енді осыны түсініп, жаңа пайдалы әрекеттерді таңдайық. Жаңа әдеттерді, әрекеттерді іске асырайық. Және оның ең қарапайым және ең басты түрі бұл өз ішіміздегі диалог. Яғни, өз-өзімізбен айтатын диалогымызды түзеуіміз қажет, егер өміріміз түзелсін десек. Яғни, іштей және ауызбен өзіңізге айтатын сөздеріңіз бен ойларыңызға өте қатты мән беру керек. Яғни, бүгіннен бастап күнделікті аффирмацияларымызға мән берейік. Ал ендеше кеттік. Мен жеткіліктімін. Мен сау болуға лайықтымын және салауатты өмір салтын қуанышпен, рахатпен ұстанамын. Мен тамаққа немесе өзгелердің пікірлеріне тәуелді емеспін. Мен махаббатпен өз мақсаттарымды таңдаймын. Мен өзгелерді толық қабылдаймын. Және ешкімді сөкпеймін, ешкімді кінәламаймын. Себебі мен өзімді махаббатпен қабылдаймын. Және өз өміріме, өз мақсаттарыма және армандарыма мән беремін. Мен күнде ерте жатып, ерте тұрамын. Күнделікті энергияға, қуанышқа, ризашылыққа толымын. Мен өзімді қолдаймын. Пайдалы әдеттер мен әрекеттерді таңдаймын. Бүгінгі жаңа күнге алғысым шексіз.
Мен өзімді бақытты сезінемін. Әрбір күнім таңдаулардан тұрады. Сондықтан мен шынайы қалаған мақсаттарыма жетелейтін таңдауларды жасаймын. Мен білімге құмарым. Себебі білемін, жетістікке жеткен бай адам мен кедей адамның айырмашылығы оның ойлау қабілетінде, яғни мышлениясында. Менің жолым болғыш. Мен өмірді сүйемін, және маған өмір сүрген ұнайды. Менің жаным тыныш, махаббат пен қуанышқа толым. Әр атқан таңымды жаратушыға деген үлкен алғысымнан бастаймын. Менің ойларым жағымды, таза және позитивті. Күнделікті өмірімде Құдайдың құдіретті күшін сеземін. Сондықтан өмірім қуанышқа, жақсылыққа толы. Барлық жақсылықтар үшін рахмет Аллах. Мен талантты, өнерлімін. Мен жақындарыма махаббат пен қуаныш сыйлаймын. Себебі өзім махаббатқа толы бақытты адам. Мен өзімді танимын. Сондықтан керек кезде өзіме демалыс беремін. Маған пайдалы тағамдар мен қоректену ұнайды. Себебі олар денеме күш-қуат береді. Және пайдасыз зиян тағамдардан оңай бас тартамын. Мен өз денсаулығыма деген жауапкершілікті өз қолыма аламын. Мен өз өміріме деген жауапкершілікті өз қолыма аламын. Қандай керемет, мен қабілетті, өзіңе сенімді және бақытты болуыма жауапкершілікті өз қолыма алған ересек, толыққанды адаммын. Тек сондай адам ғана өзгелерге кінә тақпайды. Өзгелер мені бақытты қылдырсын демейді. Мен табысты адаммын. Менің идеяларым өзіме және әлемге пайдалы өзгерістер әкеледі. Мен кешірімдімін. Себебі әрбір адам өз ой-өріс деңгейінде ғана әрекет ететінін білемін. Мен өзіме және өзгелерге бақыт, денсаулық, махаббат, байлық тілеймін. Мен жақсы сөздерге, жақсы ойларға жомартпын. Менің келбетім және ішкі дүнием әдемі. Мен өзімді және аманат ретінде берілген денемді, келбетімді сыйлаймын. Және оған қажетті күтімді беремін. Әрбір атқан күніміз мүмкіншіліктер мен таңдауларға толы. Маған жаттығулар жасау, спортпен шұғылдану ұнайды. Себебі біз спортпен айналысқанда денемізде энергия көбейеді, бақыт гормондары бөлінеді және стресс азаяды. Мен өз ойларымды, сөздерімді таңдаймын. Мен шынайы қуана аламын. Қуаныш сезімі бізге жағымды, керемет энергия сыйлайды. Менде барлығы жақсы, менің өмірім ғажайыптарға толы. Мен жағымды эмоцияларды таңдаймын және сезінемін. Сондықтан сол энергетикалық жиілікке сәйкес
оқиғалар, ғажайыптар маған тартылады. Мен өзімді сүйемін және осы әлемді шынайы сүйемін. Құдайға шүкір, мен бақыттымын.